туған еліне келіп жатқан барша қонақтар, келген адамдарыңызға гүл бітсін, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Олай болса, өз уақытымызды өзіміз алмайық. Осы әулетке түсіп жатқан айдай сұлу келіндеріңіз дайын болса, сіздердің қалың қошеметпен тойдың төріне екі жеңгесімен алдырай қал. Келінді алып келіңіздер, жеңгелер. Сананы сын суайтып қыз көңіл босағаны әлпештеген әкеңнің аппақ қызен ақ келін боп аттадың, ақ келін боп аттадың босағаны. Келін шақырайық. Гүлдей ағашқа жаңа біткен келінді шақырыңыздар ортаға. Басқа тойлар бастау бүгінгі той. Бүгінгі той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалы бен. Сәлем салып басыңдай ие бердің, қолтығыңнан сол сәтте сүйгендім. Келінді шақырып келейік, келінді. Келінді алдырайық ортаға. Әппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен үлбірейсің үміттен жаралыппен басқа тойлар бастау бүгінгі той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалыппен. Шауып кетіп барады құлын күнім, сен бой жеттің осына оған күлім, ағдастархан үстінде ақ баталы, жаңа өмірдің ашасын, жаңа өмірдің ашасын шымылдаған. Атеңніңді құрметтей отағасын, берік қалып осы. Рахмет. Келіндеріңіздің қадамы құтты болсын. Енді оқтау ұстап тұратын жігіт орамалын жеңгелеріне берді, бір басын байлап қойсын. Болмаса ненің басына байласа шанақаға. Ой, сыртынан байласа, ішін сырттағысына. Ал, құрметті ағайын, бет ажарды бастай қал, бисмилля. Бисмилля сөз бастайын арабшалап қонсын деп алашқа құт қазаққа бақ, еліме езуіммен енші беріп, жырсыбаға таратайын табақ-табақ, ақ қанат періштелер біздер жайлы, жеткісінші жаратқанға тез ақпарат, ағайын келіндерің құтты болсын, жыр айтайын ойымды сабақ-табап, барлығыңа Алланың нұры жаусын, амандасып алайын үгай-ай қазақшалабай. Шығарып бақытыңның бір үшін ай-оу, Құдайым ырыс қосын ырысыңа, үлкендер міне келін көрді бүгін, шүкірдейік Алланың мұнысына. Өмірден батыр дөткен, ақын дөткен, ағайын туған туыз жақын дөткен, мәңгілік өлмейтіндей шаттанамыз, өлмесе ата бабаң қайда кеткен, осы әулеттен дәметкен әруақтарға, келін жаны еліп бір үгай сәлем еткің ай. Деп ағайын, рұқсат болса алдың сәлемді осы Суан елінен дамтатқан жалпы әруақтарға бір сәлем салдырайық. Ендігі кезек ағайын бір ескерту болсын, қазір беташарда аттарыңыз атап түстеріңіз түстемейміз. Жалпы әулеттің үлкендері нағаштар деп шақырамыз, ортаға келіп келіннің көрімдігін сала қойыңыздар. Ал бисмилля, әулеттің үлкендерден бастайық. Бисмилля деп сөз сөйлеуді бастайын, асықпайын, аптықпайын, саспайын, қолдасаңдар ағайын, домбырамды қағайын, бет ашарды осы әнмен жалғайын. Қолдасаңдар ағайын, домбырамды қағайын,
бет ашарды осы әнмен жалғайын. Ата апалар билеп келсінші, жас келіннің көрімдігін берсінші. Үйленіпті ұлдарың, мен де соны жырладым, немеренің қызығында көрсінші. Ата апаға келін жанау бір сәлем, бір емес ау келін жанау мың сәлем деп, әулеттің үлкендеріне, ата апаларымызға сәлем ет қойыңыздар. Әулеттің үлкендері ортаға келіңіздер. Ал көрсемде талайды ажарың арайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды, кейдесің қаттысың. рахмет. Жігіттің үш жұрты болады дейді ағайын. Өз жұрты, қайын жұрты және де нар тұлғалы нағашылары. Осындағы қуаныштың өз нағашылары, түп нағашылары бар болсаңыздар, дайын тұрыңыздар. Ал бисмилля. Жүздерінен төгілетін шапағат, екі жасқа таусылмайтын махаббат. Үш жұртымның ұлысы, анамыздың туысы, нағашыға ұрайықшы шапалақ. Нағашылар келіңдер, сөздеріме сеніңдер, жас келіннің көрімдігін беріңдер. Нағашыға келін жанау бір сәлем, бір емес ау келін жанау мың сәлем деп, осындағы түп нағашылар және өз нағашыларына сәлем етіп қойыңыздар. Келіңіздер. Рахмет, нағашылар қауым аман болыңыздар, рахмет. Ағайын, қазақта ескі құда дейді, құда ешқашан ескі болмайды. Осындағы есті байырғы құдалар қауымы бар болсаңыздар. Ал бисмилля. Қуанышым көп менің, сенсіз күйді шертпедім, қыз алысып қыз берген құдаларым бар менің. Құдаларым қазынам, құдағисыз жабығам, таратайын халқыма өзің жайлы жазып ән. Құдаларым қазынам, құдағисыз жабығам, құдаларға бір сәлем, мен қалайша тарынам. Құдаларға бір сәлем, мен қалайша тарынам деп, байырғы мың жылды құда-құдағиларға бір сәлем етіп қойыңыздар. Құдалар бар болсаңыздар, келіңіздер. Рахмет, құдалар аман болыңыздар. Той егелері қайда екен? Нұрғали көкемізбен Сындыкүл анамыз, дұрыс қоя? Кеңіздер, ортадан табылсаңыздар. Көкеміз қайда, тұрыңыздар. Аха? Ағайын, қазіргі заманда үш адамның басын қосып шай беруге қиналып қалдық. Соған қарамастан бүгінгі бір баламның басы екеу болды деп дүбірлетіп той жасап жатқан тойгелеріне бір қошемет тұрып қойыңыздар. Той егесі Нұрғали көкемізден басы, көке келінің бисмилля сәлемін қабыл алыңыз. Уайымдамаңыз болды, бәрі дұрыс болады аға. Анау тұрған қайнатаң, қайнатаңыз қаятаң, бармадаққа саятаң, қайнатаңды мен бүгін билетем әлі ойнатам, екезуін жайнатам, көрімдігін байлатам. Нұрғали деген атасы, қара жердің жотасы, балам екеу болдау деп қуанып тұрау қарашы. Нұрғалидай атаңа келін жанау, бір сәлем ай деп, келіндеріңіздің қайнатасы бүгінгі тойдың егесі Нұрғали көкемізге жақсылап сәлем етіп қойыңыздар. Көкеміз. Рахмет. Ал келесі, анау тұрған енесі, кімді жаман десең де, енеңді жаман демеші.
ашуланса егерде үйдің өткір жебесі, осы сәулетті ұстаған қабырға мен шегесі, сынды күлдей атаң анаңа келін жанау, бір сәлем ай деп келіндеріңіздің алтындай анасы Сындыкүл анамызға да сәлемет қойыңыздар, келіңіздер. Рахмет, келіндеріңіз құтты болсын. Қазақта айтады, балаң арам болса да келінің адал болсын дейді. Алла қаласа осы түсіп жатқан келіндеріңіз адал келіндерден болсын, аман болыңыздар. Bir топ аға жеңге, әпке жезделері бар болсаңыздар, дайын тұрыңыздар. Ал бисмилля. Келесі кезек қайнаған жарар пайдаға, інісі келін алғанда көрімдік бермес пайдаға. Қайнағалар керемет, бұдан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын себелеп. Әпке жезде тағы бар, басында үлкен бағы бар, иіліп сәлем салсаңыз алға ағылар деп. Аға жеңге, әпке жезде бөлі жиендер бар болсаңыздар, келіңіздер, жалпы туысқандар, ағайындар. Қараңыз тоқтап ал, сөзіңді жаттап ал, сүйемін өзіңді жүрекке сақтап ал, болды, ай болды. Қалалық сымбаттым, айналдым қымбаттым, сүйемін өзіңді жүректе от жақтың жанына. Аппақ көйлек аппақ, әдемі шапшақ жүреді, настағы көздер аппақ, тосанда алпыс келеді, Рахмет. Көкеміздің достары бар ма? Көке, жегжат достарыңыз бар ма? Осында келіп отыр ма? Көкеміздің жегжат достары бар болсаңыздар. Келді бүгін жанашыры, ата-анаңның достары, бір тойында баласының ақ тілекті қостадың. Достар жүрсің қайда, бәріңіз де патшасын. Келін жанау сәлем салса, аямайды ақшасын. Келін жанау сәлем салса, аямайды ақшасын деп папа мамамыздың жегжаттары, достары және де Құдай қосқан көршілер бар болсаңыздар, ұжымдастар бар болсаңыздар, келіңіздер, сәлемет қойыңыздар. Рахмет. Тас түскен жеріне ауыр, өмірдегі ең қымбаты бауыр дейді. Осындағы қуаныш жылдарыңыздың бір туған бауырлары бар болсаңыздар, қуаныштың бауырларына бір сәлем салып қойыңыздар. Келіңіздер. Қуаныштың туған бауырлары, аға жеңге, әпке жездері. Рахмет. Ау. Каспий жібересіңіз, қуанышқа жібересіңіз. Дос көңілі аққардай, дос көңілі ақтаңдай, қиындық түскен сәттерде қолтықтап бара жатқан еді, қуаныштың достарына, жастар қауымына бір сәлем сақ қойыңыздар. Бар болсаңыздар, жастар ортаға келіңіздер. Рахмет. Енді ағайын, менің атым аталмады, түрім үстелметтен кісілер болса, ренжімеңіздер, уақыттың еншісіне қандай осылай болып тұр. Келген жалпы қонаққа, ағайындарға бір сәлем сақ қойыңыздар. Достар, келіңдер, достар, айтып қойдық сендер аға. Рахмет. Қыздар, рахмет. Рахмет аға. Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық көрінеді дейді. Келіннің бетін кімге аштырамыз? Ана түйін шешіп беріңіздер орамалды аға. Келінді кімге аштырамыз бетін? Ана сөзіңіз ашасыз ба? Әлде апаларымыз аша ма? Анасы ашсын аға. Келіңіз мамасы бисмиллах деп ана түйін шешіп беріңдер аға. Бисмиллах деп келіннің бетін ашып маңдайынан сүйіп қойыңыз. Келін болып шай қайнап, қуғыншылар айғайлап, алматыда пай-пайлап, думандатып айқайлап, билейікші ей той-тойлап. Келін болып шай
байлап тастапты ғой келіншегі ал келіннің бетін ашып маңдайынан сүйіп қойыңыз аға. Келініңіз құтты болсын. Ағайын бір жақсылап енді бір қошемет болсын келінге деген. Рахмет. Енді рұқсат болса батаны тойдың үстінде алайық, үлкендер жайғастырғаннан кейін аманатқа қиянат жасамайын. Мына жастардың алғашқы табысы. Құдай қаласа екі жастың бір күндік табысы осындай болсын деп тілейік. Мен той жасап жатқан той иелерінің қолына тапсырайын. Кімге береміз? Аха, жастарға бұйыртсын. Рахмет. Енді үлкендер дастархан басына жайғаса қойыңыздар, үлкен тойға дайындалайық. Келінді жастар дайындай беріңіздер, рұқсат. Келін құтты болсын.